Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін Сиэтл қаласында, Вашингтон штатында Брюс Лиге келе жатырмыз. Брюс Лидің жатқан жеріне, жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын дейді қазақта. Қазір міне осы жерде жатыр екен. Көбісі Қытай, көбісі китайцы екен бұнда жатқандардың көбісі, 70%. Енді қазір Брюс Лиге бара жатырмыз. Әлі зорға таптым мына жерді. Бұлай іздедім. Мүмкіншілік болып жатса, Сиэтл қаласына келіп жатсаңыздар, міндетті түрде осы жерге келіңіздер. Өйткені Брюс Ли мен Брюс Ли туралы айтатын болсам, Брюс Лиге еліктеп фильм жасаған болатын ең алғашқы мектеп кезде. Соны айтайын деген, адамдар келе жатыр. Керемет қылып жасап қойған барлығын. Қазір Брюс Лиге барған кезде видеоға жасап жіберетін болам. Керемет. Шашқа мән бермеңіздер, енді шаш өспей ма дейді ғой. Шаш өсіп кетті. Міне ағайын, Брюс Ли осы жерде жатыр. Брюс Лидің фанаттары болса, осында келіп көрсе болады. Жаңа адамдар болған қасында. Олар кеткеннен кейін видео жасадым. Керемет. Сиэтл қаласы, Брюс Лидің жатқан жері. Ал Сан-Франциско қаласы, ол Брюс Лидің тұрған қаласы. Брюс Лидің үйі Сан-Францискода. Қасындағы баласы болу керек. Өйткені бұл Брюс Ли, бұл баласы. Бұл жерде енді жаңа айтқан көп. Бұл жерде Логан деген Росомаханың аты ғой, Логан. Соған ұқсап кетті да. Ойнап айтам, ол емес. Жалпы бұл жерде қалай айтса екен, негізінде адам жерленген, барлық жерде адамдар жатыр. Осы Брюс Лиге келу маған бұйырыпты. Аллаға мыңда бір шүкір. Керемет. Мына қасында парк бар, ар жағында. Мына жақтан кіресіздер. Мына жақтан кіріп, бұлай айналып, осында келсеңіздер, Брюс Лидің өзі күтіп алады. Брюс Лидің жатқан жеріне келдік. Брюс Ли осында жатыр. Осы жерде отырып Құран бағыштайсыздар. Брюс Ли, мына қасындағы баласы Брюс Лидің 1940 жылы 73-те қайтыс болған екен. Брюс Лидің тумаластары ма, біреулер келіп кетті жаңа. Солар өткеннен кейін видеоға түсіріп бастадым. Осы жақтан кіресіздер, алдынан. Былай қарата картамен өтіп кетпеңіздер. Сиэтлға келсеңіздер, міндетті түрде осы Брюс Лиге келіңіздер. Өйткені Сиэтл осы Брюс Лидің жатқан жері. Ал Сан-Францискода ол тұрған. Сан-Францискода үйі бар, сарыға бояп тастаған. Сол Брюс Лидің фанаттары барады. Сол неге Брюс Ли туралы айтатын болсақ, енді Брюс Лиге еліктеп кезінде кино түсірген болатын, ең алғашқы мектеп кезінде
смартфонмен. Nokia мен түсірдім ғой. Nokia сондай телефон болған. Ол кезде 7-8 сынып оқитынмын. Осы Брюс Ли маған себеп болған. Армандар орындалсын деп бүгін Брюс Лидің жатқан жеріне келген жайым бар енді. 2 пиала шайым бар деп алдын айтып қойдым ғой да. Осы армандар орындалды. Брюс Ли. Осы жақын жерде парк бар. Осы келесі не осы жерде. Сол парктегі адамдардан сұрадым, қалай кіруге болады деп. Өзім зорға деп таптым осы жерде. Барынша енді видеоға жасап үлгеріп жатырмын. Басқа не айтам енді? Сиэтл қаласына келіп, сөйтіп жатсаңыздар көріп, осы барлығы осы Брюс Лиге келеді екен негізінде. Жаңағы 4-5 адам келіп кетті. Ана жердегі адам да келе жатыр негізінде, осы Брюс Ли мені күтіп тұр деп. Сол. Қош сау болыңыздар. Менің қасымда Брюс Ли жатыр қазір. Мынаны қараңыздар. Сиэтл қаласында, Вашингтон штатында Брюс Ли. Көргендеріңіздей. Міне. Керемет жерде жатыр. Жатқан жер жайлы болсын. Сол осы жерге келу маған бұйырыпты.